Қымбатты оқушы, біз енді өзіңмен осы күнгі айтыстарға тоқталамыз. Осы күнгі айтыста күні кешегі өткен тамаша айтыстардың жалғасы іспетті дүние. Сендерге тестте көбіне келіп отырады. Айтыстағы ақынға тән басты сипат не деген сұрақ келеді. Айтыстағы ақынға тән сипат ол момындық емес, мейірімділік емес, қарапайымдылық, кішіпейілділік емес. Бұл асаулық, ақынға керек асаулық. Қолма-қол жауап қайтару, тапқырлық, арындап, өзінің қарсыласын қайтсем де жеңемін деген асау мінез. Бұл қазіргі айтысқа да, бұрынғы айтысқа да тән қасиет болып саналады екен. Міне осы күнгі айтыстардың өкілдері кім дегенде есіңе сақталатын тұлғалар мыналар. Мұхамеджан Тазабеков, Аманжол Әлтаев, Айнұр Тұрсынбаева, Бегарыс Шойбеков, Әселхан Қалыбекова, тағы басқалар. Бұл кісілердің күні бүгінге дейін көзі тірі, айтыстарда үнемі, сөз сайысында тамаша өнерлері менен, тамаша айтыстары менен халықтың жадында сақталып қалған ақындар екен.